жыл мезгілдері. Сабақта жыл мезгілдерінің ерекшелігін анықтайсың. Жыл мезгілдері ауысуының жанды табиғатқа әсерін сипаттайсың. Тірек сөз. Жыл мезгілдері. 1. Маусымдарда ата. Пиктограммаларда не бейнеленген? Бұл құбылыстар немен байланысты? 2. Сызба бойынша жауап бер. Оңтүстік жартышарда жаз, солтүстік жартышарда қыс екені қалай көрсетілген? А. Түсініктелерінде күннің ұзақтығы қандай? Сызбадағы атаулар: ось, солтүстік полюс, күн, түн, экватор, оңтүстік полюс. 3. Күннің ұзақтығын сипатта. Күн шығыста көкжиектен көтеріліп, кешке батыста көкжиектің астына батады. Осы екі мезгілдің арасы күннің ұзақтығын құрайды. Кестеде екі қаладағы ақпан айының күн ұзақтығы туралы мәліметтен үзінді келтірілген. Әр қалада қай жыл мезгілі екенін және олар орналасқан жартышарларды анықта. Зертте. Жыл мезгілдеріне қарай тірі ағзалардың тіршілігі қалай өзгереді? Суреттегі жазулар: қыс, көктем, күз, жаз. 4. Мақалды түсіндір. Жаздың бір күні қыстың 1000 күнін асырайды мақалын қалай түсінесің? Адам тіршілігі жыл мезгілдеріне байланысты қалай өзгереді? Ойлан. Қай елдер жаңа жылды жазда қарсы алады? Жыл бойы ауа райы бір қалыпты болмайды, жыл маусымына қарай өзгереді. Бұл күн жарығының мөлшеріне, оның жер бетіне таралуына байланысты болады. Маусым кезеңдерін жыл мезгілдері деп атайды. Маусымдық өзгерістер барлық тірі ағзаның тіршілігіне әсер етеді. Сен білесің бе? Марста қыс түскенде оның қысқы жартышарында көмірқышқыл газ қатып, құрғақ қар төмпешіктері пайда болады. Ал Нептунда 40 жылға созылатын атмосфералық боран маусымы болатыны белгілі. Есте сақта. Еліміздің аумағында бір-бірінен ерекшеленетін 4 жыл мезгілі тұрақты түрде ауысып отырады.